Қалай болса Аида, бүгін студиямыздың қонағы 8 қырлы бір сырлы Әнші, 10 саусағынан өнер тамған әнші, тележүргізуші Дұрыс. Айгерім Қалабаева. Қарсы дұрыс, алайық. студиямызға барайық. Сәлем, қайырлы таң. Әйгерімжан, қайырлы таң. Жүрген жоқсыңдар ма? Иә, бұл кісі біздің бағдарламада Асхат Садырбайдың жұбы. Иә, бүгін бізде қонақта. Иә, студияға қайта қонақ ретінде Шақырып келгеніңе. отырмыз. Қош келдің. Қош келдік. Ұйқыңнан оятып алған Таң жоқсыз ба? атпастан шақырып алдыңыздар. Бүгін бір ұйықтайтын күнім еді негізі дейсің ғой. Негізі енді мен ұйқыға кішкене шорқақпын, сондықтан еш қиналмаймын. Мен ешқашан таңғы ұшаққа кешікпеймін. Түскі кешкіге кешігу мүмкін, бірақ ешқашанда таңғы қандай келісім болмасын, міндетті түрде уақытылы келемін. Қандай керемет. Сондықтан мені таңертең шақыратын болсаңыздар, таңертең шақырыңыздар. Жалпы сенің күн тәртібіңді халық білгісі келеді. Қалай жаттығу жасайсың ба? Алға қойған күнделікті мақсат болмайды. Сондықтан енді үйдің тіршілігі болғаннан кейін жанұя бар, кішкентай бар, балабақшасы бар, мектеп бар деген сияқты. Сондықтан мен ұйқыға шорқақ болуым міндетті түрде болу керек, солай деп ойлаймын. Ал одан соң қалған жоспар жаңағы балаларды орындарына жайғастырып болғаннан кейін болатын тірліктер, яғни таңғы асты ішпеу мүмкін. Мен таңғы асты түсте ішу мүмкін. Сағат 1-де. Яғни бір қадалып қойған менде график жоқ. Сондықтан бір күн жаңағы дайындық, тренировка болу мүмкін, бір күн болмауы мүмкін. Өйткені енді білесіздер, өнер адам кез келген уақытта, кез келген жаққа ұшып кетуі мүмкін. Біріншіден анасың, екіншіден сүйікті жарсың. Жалпы таңертең күнің балаларының тәтті үнімен бастала ма? Әлде сен таңертең балаларынан бұрын кетіп қаласың ба? Жылаумен басталады ол. Ұйқым қанбады деп жылаумен басталады ол. Бірақ енді көбіне балаларға өзім қарайын деп мақтана алмаймын. Себебі екі баламды өсіріп келе жатқан менің анам. Ал таңертең білесіз, таңғы ұшақтар өте ерте болады. Қазір соңғы кезде енді жұмыс қызу жүріп жатыр, иә. Сезон басталды дейді ғой бізде. По-сезонно жұмыс істейміз ғой біз. Оратың не іздейсің ба? Сондықтан енді қалай айтсам болады. Барлық уақытты шын айтсам қазір тек өзіме үнемделеді. Өзім үшін, өзіме арналған бүкіл уақытым. Шығармашылығыма, иә. Сондықтан таңғы уақыттың бәрін студияда барып бастамайсың. Міндетті түрде басқа да шаруалар бар, премьерка бар, өзге де дүниелер бар. Сондықтан көбіне уақытты өзіме бөлемін. Бәрекелді. Ал 2010 жылы сен өзіңнің студияңды аштың, бишілердің. Одан бері міне 4 жыл уақыт өтіпті. Осы 4 жылдың ішінде қандай жетістіктер болды, қандай дәрежеге дейін көтерілдіңіздер, шәкірттерің бар ма биден, қандай жаңалықтар бар, сол жөнінде айта кетсең? Негізі айтайын десем, осы тақырыпты көп қозғалады, себебі мен шынында да осыдан біраз жыл бұрын Калинин, Талғар ауданында, Калинин деген кішкентай ауылда мектеп ашылған болатын. Яғни сол ауылдың бетке тұтар азаматтары, яғни сол жердің ел ағалары маған ұсыныс жасап, осындай мектеп ашайық дедік, бірақ сіздің есіміңізді пайдалансақ деді. Яғни Айгерім Қалабаеваның мектебі деп ашсақ, қалай қарайсыз? Өйткені солай ашсақ, балалар көп жақсы келеді деп. Олар жаңа табыс табудың мақсатында емес, жалпы сол ауылдағы кішкентай жасөспірімдерді өнерге баулып, дұрыс жаңа бағытқа тәрбиелеудің мақсатында ашқан болатын. Сондықтан мен сол кезде көмектескенім бар. Қазіргі уақытта ол мектепке мен барып тұрмаймын, себебі уақыттың тығыздығына байланысты. Оның үстінен ол мектепті ашпай тұрғанда әлі дүниеге екінші балам келмеген болатын. Сондықтан артынша мектепті аша сала енді Сол мектепті жүзін бір рет көрдің ба? Жоқ, барып тұрдым, жаңағы мастер-класс берген кездерім болды, сол тіптен жаңағы жүктілікке қарамастан. Бірақ кейіннен бала пайда болды, енді 2 бала, ол тағы да бір тірлік қосылды деген нәрсе ғой, сондықтан үлкен жауапкершілік. Сондықтан енді қазір болашақта өзімнің жеке
жеке мектеп деп айтпай ақ қояйын, бірақ би студиясын ашу осы бұйыртса қазір жоспарланып жатыр. Ойыңда бар. Тамаша. Бәрекелді, іске Енді жалпы шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Осымен бөлісе кетсеңіз. жаңа ән, жаңа бейнебаян. Иә, Жаңа- біраз жаңалықтар жаңа- үйіліп қалған сияқты. Енді жаңа әндер, дәл қазіргі уақытта жаңа әндер жаздым деп айта алмаймын, себебі мен былай қарасам, қазір енді көш жүре түзеледі дейді ғой, сондықтан мен қазір жүре қарасам, менің әндерімді халық жақсы аса танымайды екен. Жылай жапырақтан кейінгі бейнебаян, енді Есейген әйгерім бейнебаяны қош болайын түсірген болатын. Ал осы жақында мен Алдаймын деген әнге бейнебаян түсірдім. Сондықтан мен шығармашылығындағы қазір жаңа жаңалық сол, әнді жаңа деп айта алмаймын. Негізі ән Корея әні, оның өзінің жаңағы өмірбаяны бар, себебі ол әнді көбісі айтады, Кореядан ұрлап біздің әншілер деп. Енді ол мәселе ұрлауда емес, ол менің бір ішкі дүниемдегі арманым шығар. Ол жаңа творчество, ішіндегі дүниең орындалмайды, творчество жүрмейді дейді. Мен солай ойлаймын. Сондықтан мен ол әнге түсірген себебім, ол ән менің 8-ші сыныптағы арманым болатын. Мен оны жүзеге асырдым, қазір көңілім орнына түсті. Және ол бейнебаян түсіргендегі мақсатым, көбісі айтады, енді әйгерім баяғы қалпында кішкентай қыз сияқты, енді әртүрлі комментарийлер жазылады ғой, бірақ кім білсін емес, екі баласы болады тұра, осындай жазған не істейтіндер де бар. Енді мен оған ештеңе айта алмаймын, себебі әркімнің өз ойы бар, пікір айтуға қақысы бар. Әңгімемізді осы жерден үзе тұрайық. Бізде әдемі бейне сюжет, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Кітап алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдыратын рухани өсиеті. Ендеше осы жылдың ең үздік 3 кітабымен таныс болыңыздар. Аталмыш рейтингке ағымдағы жылдың аудиториясы кең ең танымал кітаптары кірген. Тізімде жаңа кітаптармен бірге өткен жылдың қайта шығарылған кітаптары да енген екен. 2014 жылдың үздік көркем әдебиеттеріне назар аударамыз. Үздіктер басын Колин Маккалоудың «Поющие в терновнике» кітабы ашты. Махаббат романы нағыз шынайы әдебиетке жол ашқан. Қос ғашықтың жүректі тебірентер оқиғасы оқырмандарды өзінің тазалығымен, махаббат деген ұлы сезімнің тереңдігімен жаулап алған. Екінші туынды автор Стивен Кинг, студент Дэвин Джонстың басынан өткен шытырман оқиғаларын баяндайды. Кітап «Қуаныштар әлемі» деп аталады. Оқиға желісі бойынша Дэвин Джонс атты студент «Қуаныштар әлемі» ойын-сауық саябағында нан табу мақсатында жұмысқа тұрады. Бірақ мұнда бір өзге әлем секілді. Барлығы өздерінің ережелерімен өмір сүріп, өздеріне тән тілде ғана сөйлеседі. Бөгде жандардың артық сұрақтарын жақтырмайтын түсініксіз әлем. Әсіресе жас Линди Грей атты қыздың түсініксіз күйде аталмыш парктегі қорқыныштар үйі жанынан табылған өлі денесіне қатысты сұрақтарды тіпті жақтырмайды. Алайда Дэвин осы сұрақтарға жауап іздеуге бел буған. Бір сұрақты қазбалауға тырысқан жас студент өз басында қатерге тігіп алады. Шындығында өзгелерге қуаныш сыйлайтын Қуаныштар әлемі паркінің артында өте қауіпті құпиялар бар болып шығады. Эрнест Хемингуэй. Бұл жолы үздіктер қатарына Эрнесттің «Шал мен теңіз» атты кітабы енді. Аталмыш «Шал мен теңіз» Эрнестке пулитцерлік премиясын сыйлады. Сондай-ақ Нобель сыйлығының лауреаты атағын алуда үлкен рөл атқарды. Қатал тағдырдағы жалғыздық пен ержүректілікті ерекше бейнелеген жан тебірентерлік әңгімені қай уақытта да көзге жас алмай оқу мүмкін емес. Шетел әдебиетіне саяхат жасаған Қазына Әбдіғаппар, жаңа күн. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Бүгін студиямыздың қонағы сұлу сымбатты әсем ару Әйгерім Қалаубаева. Жылайды жапырақ, қош бол. Қош болдан кейін осындай резонанс тудыратын бір бейнебаян түсірдің. Неге осы таңдау осы бейнебаянға тірелді? Неге? Жаңа бағыт көрсетуім керек. Мысалы, жаңа айтып отырмын, егер Алдайымды көрсе, ертең мен үміттімін. Сол жасөспірімдер сол әнді қарап, билегісі келетін, өнерге баулығысы келетін. Мен ол жерде жаман ештеңе көрсетіп жатқан жоқпын. Керісінше билеңдер, өлең айтыңдар, өмірдің жақсы жағын қараңдар деп мысалы үйретіп жатырмын. Бірақ көбісі алдайды, неге Алдаймын деген тақырыпты, не деген тақырып бол дейді. Енді ол
ішінде жаман ештеңе отқан жоқ. Негізі мен қарап тұрсам, әйгерім жаңа әндерге емес, халықтың құлағында қалған, тыңдалып қалған әндерге көбіне бейнебаян түсіресің. Жоқ, Аида, мысалы жаңа айтып жатсың ғой сен, шынында да халық естіп қалған әндер деп. Мені мүлдем танымайтын адамдар бар. Мен келсем. Иә, мен жоқ, шынымен мүлдем танымайтын адамдар бар. Сондықтан мен жаңағы сол тұрған мен жасаған барлық дүниемді неге мен жаңа клип жүзінде көрсетіп, өзімді танытпасқа. Ол танылудың мақсатында емес, мен өз өнерімді, бар болмысымды, менде бар дүниені көрсеткім келеді. Құрдас қыздардың арасында жалпы өзің үшін бір бәсекелес дейсің ба? Осы жайлы айтқым келер еді. Мен мысалы шын керек қой, ешқашан бәсекелес көрмеппін. Өйткені менің бағытымдағы өнер адамдары аз. Би жағы енді дамып келе жатыр, өте жақсы дамып келе жатыр. Сондықтан мен керісінше қуанам біздің шоу-бизнестің жарқырап жатқанына. Менің қатарымдағы әншілердің қатары көбейіп жатқанына себебі, мысалы, біздің алдыңғы буындағы жаңа апайларымыз Айгүл Иманбаева, Мадина Сәдуақасова, Алтынай Жорабаева, тағы да айтсаң енді көп қой апайларымыз. Сол сияқты мен де біздің қатарымыздың көп болғанын қалаймын. Бәрекелді. Қандай жүрегі кең адам, иә? Отбасына қарай әңгімемізді ауыстырсақ, жаңа ғана Елдар екеуміз алдыңғы жексенбіде Қазақстанда отбасылық мереке аталып өтпек. Жалпы сен үшін отбасыңның орны қалай? Осы мерекені қалай атап өтер едің? Отбасымды қатты қадағалаймын. Себебі ең бастысы менің ертеңгі болашағым ол 2 балам. Ал менің былай жұмыс істеп, енді біздің үнемі үйде болмайтынымыз, сол ертеңгі күні сол балалардың болашағын құраудың амалы. Ал сол балалардың тәрбиесі дұрыс болу үшін әрдайым енді ата-әжесінің тәрбиесін алған бала жақсы өседі. Сондықтан біз анамызды жаңағы жұмысынан шығарып алып, енді шынын айтқанда біздің балаларымызды бақып беруге өтіндік. Енді міне 9 жылдың көлемі болды, 2 кішкентайымызды анамыз тәрбиелеп беріп жатыр, яғни менің анам. Себебі менің анам осы Алматы қаласында болғаннан кейін. Яғни нағашылардың балалары ғой. Үйтіп айтпаңыз енді. Өз жағы ренжіп қалуы мүмкін. Сондықтан барлығымыз атсалысып, сол 2 баланың тәрбиесімен айналысамыз қазір. Бәріне де үлгеріп жүр, көрдің ғой. Енді бір осы бүкіл отбасы деген тақырыпқа бір түйіндейтін бір сұрақ қойық. Отбасының берік һәм берекелі болуының себебі неде? Ол тек әйел баласына байланысты деп айта алмаймын. Ол ауызбіршілік, бір-біріне деген сенімділік. Өйткені өнер адам болғаннан кейін мен жан-жақта жүремін. Менің жолдасым әскери адам, ол да жан-жақта жүреді. Сондықтан ең басты ауызбіршілік болу керек, бір-біріне деген сенімділік болу керек. Және қазақтың сөзі еркекті бар қылатын да ел, жоқ қылатын да ел. Өргеде сүйрейтін әйел, көргеде сүйрейтін әйел деген сөзін сырып тастап, яғни сен еркектің де қатысы бар бұл жерде білініп тұр ғой. Енді менің ойымша, отбасында кішкене ғана демократия болса, онда ол отбасы берік болады. Шын айтамын. Айкерім, енді біздің көрермендерге таңғы тілегі. Мархабат. Енді барша көрермендерге тілейтінім, Аллаға шүкір, бейбітшілік өмірде сүріп жатырмыз. Шүкір, әумин. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ең бастысы. Отбасымыз аман, балашаға аман болсын. Денсаулығымыз мықты болсын, ал әр таңымызды осылай қуанышпен атырайық. Ой, бәрекелді, айтқаның келсін. Олай болса, біздің студияда болған танымал әнші, тележүргізуші Айкерім Қалаубаева, біз бағдарламамызды жалғастырамыз.